Баршаңызға сәлем, жақсылап жайғасып отырып алыңыздар. Бүгін сіздерді әдемі, өте қызықты әрі эстетичный видео күтіп тұр. Видеодағы заттардың барлығын мен Қытайдың Pinduoduo сайтынан тапсырыс берген болатынмын. Бірінші кезекте балаларыма балабақшаға заказ берген канцтоварларды көрсетіп шығайын. Өте арзан түсті маған. Қалам, ручка, бұл жерде пенал да бар, неше түрлі әдемі осындай карандаштар заказ берген болатын. Қарасаңыздаршы, өте әдемі, күшті сапада, тамаша болып келді, люкс качествода. Гарантия беремін 100%. Және мына пеналдарды көрсеңіздер, сіздер ғашық болып қаласыздар. 3D осындай суреттермен әрі сатушы ішіне сыйлық ретінде осындай қалам өшіргіштерді салып жіберіпті Mickey Mouse. Қарасаңыздаршы, қандай әдемі. Балам Человек-паук дегенді қатты жақсы көреді. Қазір барлық олар өте қатты жақсы көреді ғой Человек-паукты. Осындай 3D пенал заказ бердім, ерекше болып жүрсін деп. Детальдары өте әдемі, күшті сапада келген. Қазір күз басталып жатыр, күн суып жатыр. Сол үшін қызыма әдемі болып жүрсін деп осындай колготкалар заказ берген болатынмын. Ақ түсін және сұр түсін өте күшті сапада, нағыз жұмсақ мамық хлопок материал болып келді. Осындай әдемі бантиктармен, юбкамен, көйлекпен кигенге ұялмай киіп барады. Және балабақшаларына өзіне тарақ керек екен, ерекше осындай адаспайтындай қылып, әдемі Mickey Mouse тарағын заказ бердім. Даже А4 бар ғой Pinduoduo сайтында. 2 пачкасын, біреуін ұлыма, біреуін қызыма, осындай А4 бумага заказ бердім. Бізден алсаң өте қымбат шығады ғой. Келесі тапсырысым ол ерекше осындай пластилин. Осындай шелектерде келді, біреуін көк түсте, біреуін розовый түсте заказ бердім. Ішінде өте көп, әртүрлі түсте. Шелегінің өзінің сапасы мықты ғой, енді көздің жауын алады. Келесі осындай тапсырысымыз, мен өзіміздің үйге ванна комнатаға әдемі осындай тіс жуатын щеткаларды, пастаны, сабынды салып қоятын, сұйық сабынды құйып қоятын осындай ыдыстар заказ берген болатынмын. Бұл керамика, пластик емес, пластмасса емес, әжептәуір салмағы бар, өте әдемі жасалған мрамор түсте сондай керамикадан ыдыстар заказ бердім. Енді түрі деген өте керемет, вживой өмірде көрсеңіздер, вообще өте әдемі ғашық боласыздар. Барлық детальдар керемет болып, сынбай осылай келген. Сразу ванныма апарып осылай әдемілеп етіп қойып қойдым. Мені бұрыннан қарап жүрген адамдар біледі. Мен сайттардан оптовый заказ жинап, процент алып, осындай клиенттерге сатамын. Бұл жерде тоненький профессиональный тарақтар келген. Клиенттің заказы. Мынау да клиенттің заказы. Бұл әйел адам туғаннан кейінгі осындай подгузники. Келесі үлкен коробка салмақты. Бұл жерде осындай банные сумочки тоже заказ. Күз айлары келіп жетті. Алда жаңбырлы күндер күтіп тұр. Сондықтан осындай киім іліп қоятын асты мрамор тасы бар, әжептәуір ауыр осындай вешалка заказ бердім. Золотистый түсте осындай өте әдемі, ерекше дизайнда жасалған киім іліп қоятын осындай вешалка тапсырыс бердім. Күйеуім әдемілеп тұрып барлығын құрып қойды. Осылай апарып прихожкаға қойып қойдым. Қызымның киімін, курткасын іліп көргеннен өте тамаша вообще көрінеді. Асты мрамор ауыр болғандықтан ешқайда қисайып кетпейді, майысып қалмайды, осылай әдемі болып көрініп тұрады.
Соңғы тапсырысым баяғыдан өзім армандап жүрген зал комнатасына диванның жанына қойып қоятын столик. Шай ішкен кезде бокал қоятын орын болмай жүрген, бокал қойып қоясың, жұмыс істейтін болсаң ноутбугыңды, планшетіңді қойып қоясың, кітаптар тұрады, ваза мен гүл қойып қоюға болады. Өте енді әдемі күшті сапада келді. Асты темірден жасалған, үсті ағаштан жасалған, қатты ауыр емес, максимум 2 килограмм шығатын осындай күшті сападағы столик келді. Жігітім барлығын әдемілеп осылай құрып қойды. Ішінде инструкциясы бар, барлық детальдар түгел келген, еш жері майыспаған, сынбаған. Осылай сразу өзім отырып алып жұмысымды істеуге кірісіп кеттім. Өте осындай әдемі тамаша көрініс. Столик маған өте қатты ұнады. Ал сіздерге видео ұнаса, міндетті түрде лайк, комментарийіңізді қалдырып, бізге жазылуға ұмытпаңыздар.